Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін өте дәмді, жұмсақ, осындай нан пісіреміз. Табан нан, күлше нан, әркім әрқалай айтады екен ғой әр жақта. Бізде табан нан дейді. Бізге жылы су, жылы сүт керек. Сүтіне қантымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Керек заттарды мен астына толық жазып кетем. Үстіне сұйық майымызды құйып, араластырып, ұнымызды саламыз. Ұнымызды, дрожжи, үстіне қайтадан ұн. Жақсылап илейміз. Жұмсақ қамыр шығу керек бізде. Міне, осылай нанымыз дайын болғанда, қамырымыз үстіне сұйық май құйып, тағы да кішкене елеп, көтерілтуге қойып қоямыз. Міне, нанымыз дайын. Бір сағат, бір жарым сағат, тағы да бір рет басып көтерілтсеңіздер болады. Мен олай істемедім. Нанымыз дайын. Бұл жерде негізі 6-ға бөліп алсаңыздар да болады. Немесе 4-ке бөліп істедім мен. Солай істесеңіздер болады. 6-ға бөлсеңіздер кішілеу болады. 4-ке бөлгенде міне осыншалықты болады екен. Мен осылай істедім, осылай дөңгелектеп алып, күлше нанымызды істеп, көтерілтуге қойып қоямыз 20 минут. Міне нанымыз көтерілді. Қайтадан үстінен формасын келтіріп, жұмыртқамызды жағып, духовкамызда пісіріп аламыз. Өте дәмді. Базардың лепешкасы. Балаларға ұнайды. Мен нешінші рет дайындап жатырмын.